Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі видеода не үшін канал аштым, каналымның мақсаты не, сол жайлы айтып беретін болам. Канал ашудан жалпы мақсат менің өзім білім алуды жақсы көрем. Саяхаттағанды, дамығанды, оқығанды, үйренгенді, ізденгенді жақсы көрем. Сондықтан да каналымда білім жайлы, саяхат жайлы, даму жайлы видеоларды салғым келді. Қалай сабақ оқимын, қай курстарды оқимын, курсты қалай табу керек дегенге жалпы соның барлығын айтып өтетін боламын. Білім жайлы керекті, қалай білім алып жатырмын, қалай оқыған оңай екен, қалай тез сөз үйренеді, қалай тілді тез үйренуге болады, солардың барлығына. Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен видеода каналды не үшін аштым, қай мақсатта аштым, канал ашқанда мақсаты не, соның барлығын айтатын бөлемін. Ассаламу алейкум бауырлар. Бүгінгі видеода мен не үшін канал аштым, каналдан ашудағы мақсат не, соның барлығын айтып өтетін боламын. Видеоны бастамай тұрып лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мен канал ашудан мақсатым жалпы өзім мен ізденуге, білім алуға қызығам, саяхаттағанды ұнатам, дамуды ұнатам. Және осы жайлы мен өзімнің YouTube каналымда бөліскім келді. Сол үшін де мен осы каналды аштым және осы видеоны сіздер үшін түсіріп жатырмын. Енді бұл видеодағы мақсатым саяхатты жақсы көремін дедім. Саяхатта нелер болады? Ел көру, сол елдің тілін үйрену, әдетін үйрену, әдет-ғұрпын көру, білу, сол елмен танысу болады. Енді мен дәл осы видеода осы жылы мен қай біріне білім алуға ма, саяхатқа ма, қошым жалпы айтқанда, осы жыл мен неге көп көңіл бөлдім? Осы жыл мен саяхаттауға көп көңіл бөлейін деп жатырмын. Құдай қаласа жаздың соңына қарай бір елге, бір қалаға саяхаттайтын боламын. Сол жайлы әдемі видеоларды сізге түсіріп, сол кезде блог істеп жіберемін. Жалпы бұны не үшін айтып жатырмын? Құдай қаласа осы жылдың соңында. Енді осы жылға мақсатым саяхаттау болып жүр. Құдай қаласа осы жаздың соңғы кезінде, соңғы уақыттарында мен бір мемлекетке, бір қалаға саяхаттайтын боламын. Сол жайлы сіздерге тағы бір видео түсіремін. Саяхаттағанда нелерді білу керек, неге мән беру керек, соның барлығын айтып өтетін боламын. Қазіргі менде енді досым бар, Жүсіп деген, мына жігітпен мен қазір 1 сағаттан көп уақыт әңгімелестік. Дәл осы даму жайында, саяхат жайында әңгімелестік. Құдай қаласа осы жігітпен бірге енді сіздерге күшті блогтар түсіретін боламыз. Осы менің досым, сол досыммен саяхат жайлы ең көп мән бергеніміз қазіргі күнде саяхат жайлы болып жатыр. Осы досыммен бірге көбінесе саяхатқа көңіл бөліп жүрік. Қазіргі күнде Құдай қаласа бағана айтқанымдай жаздың соңына қарай әдемі бір влог түсіреміз сіздер үшін. Жалпы саяхаттаған әдемі ғой, солай. Ой, кино сияқты сөйлеп кеттім ғой. Жалпы сол саяхаттаған жайлы көп ақпараттарды айтатын боламын. Қалай арзан билет алуға болады, қалай тиімді саяхаттау керек, қай елдерге барған дұрыс, қай елдің тілін үйренген дұрыс, қандай тіл, қандай приложение қолдандым мен ол жақта, қанша ақша кетті, қалай жүрдім, қанша күн жүрдім, соның барлығын сіздермен бөлісетін боламын ғой. Енді емін-еркін отырып сөйлей берейін. Жалпы блогымның тақырыбы осы. Бүгінгі видеоның басты тақырыбы осы. Құдай қаласа осындай блогтар түсіремін сіздер үшін. Контенттің барлығын сапалы шығару үшін барынша тырысамын енді. Қазірге осы айтарым. Келесі влогтарда кездескенше сау, аман болыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау шоуын басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау, аман болыңыздар. Блогымыз бітті. Болды, сонымен барлығы аяқталды.